Сәлем балақай. Көптен бері кездескен емеспіз. Біз сені қатты сағындық. Сен бізді сағындың ба? Біз саған өте жақсы ертегі дайындадық. Мысалы міне. Адам мен жылқы неге жақсы достар екен? Міне сол туралы аңыз ертегі. Ертегінің аты жылқы мен бұғы. Баяғы заманда жылқы емін еркін өз бетімен жүрген жабайы аң екен. Ешқандай айдау қайыруды білмепті. Қысты күндері қары жұқа жазық даланы, шөбі қалың тоғайды, өзен бойындағы қалың қопаны мекендепті. Ал жазды күндері тауға шығып, сай-салада жайылып жүріпті. Бір күні жылқы қатпар-қатпар тау арасындағы бір алқапқа барады. Оңдағы шүйгін шөп, көк орау шалғынға бейқам жайылып жүреді. Өрісі кең, жайылымы жалпақ, көңілі жай екен. Сөйтіп жүргенде осы араға бұғы ауып келеді. Шұрайлы алқапты шөбі мол болған соң жылқы қызғануды білдірмейді. Екеуі қатар жайыла береді. Келе-келе бұғы осы бір шұрайлы алқапты тек жалғыз өзі ғана мекендеуді мақсат етті. Содан көрінген жерде жылқыға тиісіп, мүйізден бастайды. Тыныштығы бұзылып, келімсек бұғыдан жәбір көрген жылқы арыз айтып адамға келеді екен. Мен тау қойнауындағы шалғынды алқапты емін еркін жайылып жүр едім, дейді жылқы. Ешкімге қиянат істемедім. Содан қасыма бір бұғы келді, дейді адамға. Шөп те, жайылым да жететін болған соң, оны еркіне жібердім. Үндеген жоқпын. Бірақ соңғы уақытта бұғы мені мүйізден қуа бастайды, тисе бастайды. Тыныштық бермей жәбірлейтін болды. Енді оны өз мекенінен қалай қуамын? Сен маған көмектесші адам, деп өтініпті. Қолға түспей жүрген асау жылқыны бұл мұңын істеген соң адам оған шарт қойыпты. Мен, деді адам, бұғыны қуып тастаймын. Ол қолдан келеді. Бірақ мен жаяумын ғой. Ол үшін сенің үстінен мінуім керек, дейді. Бұғыдан көрген жәбір үшін жылқы амалсыздан адамның айтқан шартына келеді. Сол жерде адам жылқыны ноқтай мініп алады да бұғы жүрген алқапқа келеді. Қолына ұзын сойлы ұстаған адамның қарасын көрген заматта бұғы жан сақтау үшін таудан асып, қалың орман ішіне сіңіп кетеді. Ой, рахмет саған адам, дейді жылқы. Мен сенің нағыз досым екенмін, дейді разып болған жылқы. Енді мен саған қандай қызмет етсем екен? Сонда адам ойланып тұрып, өз қалауын айтады. Сен, жылқы, осы шалғында жайылып жүре бер, депті алдағы ісін түсіндіріп. Бұдан былай менен қашушы болма. Саған қиянат жасамайтынның көзің жетті ғой. Маған қажет болсаң, өзім келіп ұстап мінетін болайын. Жылқы адамның айтқанына көнеді. Содан бері ол адамға қызмет етеді. Шаруасы біткен соң адам босатып жіберсе, тау арасындағы шалғынға барып, аунап, қунап жүреді береді екен. Ал бұғы адамның достасқан жылқының маңына жоңаламай,
орман арасын, таудың ішін жайлап қашықта жүреді екен. Міне осылай адам мен жылқы екеуі мәңгі дос болды. Осындай ертегі. Қане балақай, саған ұнады ма? Бізде әлі өте көп ертегі алдамызда. Біздің арнаға жазыл. Сау бол.